Сәлем баршаға. Бүгін біз сіздермен балаларға арналған котлетті қалай жасауды үйренеміз. Ең алдымен қажетті мөлшерде котлетті алып аламыз, тартылған етті. Және оған қажет заттарды майдалап тураймыз немесе блендердің көмегімен еземіз. Пияз бен чеснокты блендердің көмегімен өте майдалап езіп аламыз да тартылған етіміздің үстінен саламыз. Үстінен тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер және бір жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Кез келген дәмдеуіштер қоссаңыз да болады. Жұмыртқа бізде еттің ажырап кетпеу үшін. Әдемілеп араластырып болған соң, әрине ерсі көрінуі мүмкін, дегенмен қолмен әдемілеп қамыр ұқсатып илеп аламыз. Яғни еттің де илеуі қанатын болса, ажырап кетпестен бір-біріне жабысып пісетін болады. Мен балаларға арнап дайындайтын болғандықтан буға пісіремін. Егер сізге ұнайтын болса, майға қуырып алсаңыз болады, немесе пешке пісірсеңіз болады. Барлық тартылған еттерді қажетті көлемде өзіңіз қалаған формада орналастырып пісіріп аласыз. Мейлінше жалпақтау етіп істей берген дұрыс, өйткені котлет піскен кезде көлемі кішірейеді. Піскен котлеттерімізді табада екі жағын қызарту үшін 2 минуттан қуырып алсаңыз болады.